Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің Жаңаталап орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 2-ші сынып әдебиеттік оқу. Бөлім өзім туралы. Тақырыбы Абай атаның сөзін жақсы тыңдаймын. Бастауыш сынып мұғалімі Рахымбаева Аяулым Нұржанқызы. Оқу мақсаты: тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. Мәтінді дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу. Рөлге бөліп, мәнерлеп оқу. Мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құру. Сабақ мақсаттары: оқулықта берілген тапсырмаларды орындайды, тақырыпты меңгереді, Абай Құнанбаев туралы толық мағлұмат алу, өлең мазмұнын түсіне отырып, негізгі ойды ашу. 2. Тақырыптың маңызы туралы дәлелдеп айтып бере алады. Білімді сыныптастарына түсіндіріп, оқулықтан тыс ресурстар қоса алады. Бағалау критерийі: жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. 1. Жаттығу: жақсы деген немене, жаман деген немене дейтін сұрақтарға жауап беріп көр. Түсінікті болса, 2-ші жаттығуға назар аударайық. Берілген суретке зер сал. Жақсы деген жауап қай суретке, жаман деген жауап қай суретке қатысты екенін айт. Неліктен? Тапсырма түсінікті болса, 3-ші жаттығуға назар аударайық. 3-ші жаттығу: Абай ата жақсы, жаман туралы не деген екен? Түсініп оқы. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, түлеуің өмірің алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Сөздік: бекер мал шашпақ, босқа шығындалу. Қанағат: барға риза болу. Рақым: кеңшілік, ризашылық. 3-ші жаттығу түсінікті болса, 4-ші жаттығуға назар аударамыз. Сызбаға сүйеніп, өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Абай Құнанбаев Семей өңірінде туған, ұлы ақын, аудармашы болған. 5-ші жаттығу: Абай ата қандай жақсы қасиет пен жаман қасиетті атайды? Дәптеріңе теріп жаз. 6-ші жаттығу: әр оқушыға үлестірме қағаз таратылады. Үлестірме қағазға бір жақсы қасиет пен бір жаман әдетті жаз. Осы сөздерге қандай сурет салар едің? Түсіндір. Егер бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, үй жұмысын алайық. 7-ші жаттығу: Абай атамыздың сөзінен қандай сабақ алдың? Өз бойыңда қандай жақсы, жаман мінез құлықтар белгілері бар деп ойлайсың? Кестеге түсір. Үйге жазбаша орындаймыз. Кері байланыс: бүгінгі сабағымыз ұнаса, бас бармағымызды жоғары қаратамыз. Ал егер жақсы деп тапсаңдар, күлеміз. Ал орташа деп тапсаңдар, онда мұңаямыз. Назарларыңа рахмет. Сабақ аяқталды. Сау бол.